Эпштейн ісіне қатысты құжаттарда Назарбаев пен Мәсімовтің есімдері табылды. 2026 жылдың қаңтар айының соңында ақш әділет министрлігі Джеффри Эпштейннің атышулы ісі бойынша шамамен 3-5 миллион қосымша файлды жариялады деп хабарлайды Shinedex. Бұл жарияланым Джеффри Эпштейн ісінің материалдарының ашықтығы туралы заңға сәйкес жүзеге асырылды. ақш бас прокурорының орынбасарының айтуынша, жарияланған мәліметтердің ішінде мәтіндік ақпараттан бөлек шамамен 2000 бейнежазба және 180 мың сурет бар. Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі Эпштейннің хат алмасуында болған аналитикалық материалдардың бірінде аталады. Мысалы, онда Назарбаевтың саудиялық ханзада Әл-Уәлид бин Талалмен кездесуі туралы ақпарат келтірілген. Құжаттарда оның орталық Азиядағы саясаткерлерді қосалғанда байланыстары туралы айтылады. Алайда кездесулердің немесе талқылаулардың нақты мазмұны көрсетілмеген. Қазақстанның тұңғыш президентінің есімі анықтамалық сипатта ғана аталған. Сондай-ақ жарияланған файлдарда Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі және ОХК-ның экс-төрағасы Кәрім Мәсімовтің есімі де кездеседі. Атап айтқанда, бұл электрондық хаттар, алайда оларда қандай да бір заңға қайшы әрекеттер туралы мәлімет жоқ. Бұл материалдар 2011-2015 жылдарға жатады. Мысалы, Эпштейнге жолданған хаттардың бірінде белгісіз жіберуші Қазақстанда Мәсімовпен көрші тұратынын айтып, оның өзін танитынын сұрайды. Ал басқа бір хатта жіберуші Эпштейнге Мәсімовке сәлем жолдағанын жазған. Басқа бір хат алмасуда аты жөні жарияланбаған жіберуші Эпштейнге Мәсімовке сәлем жолдағанын хабарлайды. Материалдарда Қайрат Келімбетовтің, бұрынғы премьер-министрдің орынбасары және Ұлттық банктің экс-төрағасының есімі бірнеше рет аталады. 2014 жылғы хаттардың бірінде жіберуші Эпштейннен Мәсімовке менің айтуымды қалайтын бір нәрсе бар ма? деп сұрайды. Эпштейн жай ғана сөйлесіп алуды өтінеді, және әлдебір үшінші адамның Келімбетовке, мүмкін Келімбетовке өзінің құшақтау сәлемін жеткізе алатынын айтады.